Уигюм бәрі мақтайтын үздік оқушы еді. Бірақ ол күн сайын үнсіз тозақта өмір сүрді. Әкесі оны тек емтихан тапсыратын машинадай көріп, болмашы қателік үшін ұрып соғатын. Үздіксіз қысыңман Уигюм мүлде сынудың алдында тұрды. Тек зорлық зомбылығымен танылған мектепке ауысқанда ғана ол алғаш рет тірі жүргенін сезінді. Бірінші күні мұғалім ешкім оған тиіспесін, әсіресе Хон Ил тиіспесін деп ескертті. Хон Ил әлсіздерді жиі қорлайтын бұзақ еді. Уигюмнің бәріне жоғарыдан қарағандай көрінгені оған ұнамаса да, өзін әрең ұстап жүрді. Бірақ бір күні ол кездейсоқ Уигюмнің оқменін қағып түсіріп алды. Уигюм жаңжал шығарғысы келмеді, бірақ Хон Илдің әрекеті әкесін есіне түсірді. Ол жарылып, айқайлап жіберді. Бүкіл сынып қатып қалды. Жаңа келген баланың бұзақыға қарсы тұрады деп ешкім күтпеген еді. Бетін сақтау үшін Хон Ил оны қатты теуіп, «Есің дұрыс па?» деп сұрады. Уигюм қарсыласпады. Ол тағы да мәселе болғанын қаламады. Бірақ Хон Ил оны оңай жібермек емес еді. Сабақтан кейін бір топ бұзақы Уигюмнің жолын кесті. Уигюм бірінші болып кешірім сұраса да, Хон Ил эмоционалдық шығынды өтеуді талап етті. Сосын оның телефонына өз нөмірін сақтап, 10 секунд ішінде жауап бермесе, салдары болатын айтты. Уигюм оған суық қарап кетіп қалды. Келесі күні таңертең Хон Ил хабарлама жіберді. Бірақ сол кезде Уигюм әкесінен ұрыс естіп жатқан еді. Сондықтан жауап бермеді. Мектепке жеткенде ол мұны мүлде ұмытып кеткен. Ал бұл Хон Илді қатты ашуландырды. Жаза ретінде ол оның құлақ қабын жұлып алып, оқменін тартып алды. Оқмен Уигюм үшін өте маңызды сияқты еді. Ол тайсалмай оны қайтаруды талап етті. Хон Ил оны тағы қатты теуіп, енді оқмен бүгіннен бастап өзінікі екенін айтты. Уигюм тағы қолын созып қайтаруын сұрады. Бірақ Хон Ил оны жерге лақтырып, үстінен басып өтті. Сосын жақындап келіп, маңдайынан түртіп қорлай бастады. Бұл әрекет Уигюмнің жанын қатты жаралады. Ашуға булыққан ол жұдырықпен соқты. Хон Ил жерге құлап, бәрін таңғалдырды. Көп ұзамай екеуі аямай төбелесе бастады. Уигюм оған аңдай жармасып жерге ұрып құлатты. Бұзақыны жеңген соң оқменін көтеріп алды. Бірақ Хон Ил артынан шабуылдамақ болды. Уигюм тез жалтарып, екі ауыр соққы жасады. Содан кейін Хон Ил орнынан тұра алмай қалды. Юмки бәрін сырттай бақылап, жаңа келген оқушыға таңғала қарады. Уигюм құлаққабын тағып, ештеңе болмағандай сабағын жалғастырды. Сабақтан кейін болған жағдайды ойлап, өмірінде алғаш рет жымиып қойды. Сол қатыгез төбелес қараңғылықтағы жарықтың жарығындай болып, оған еркін тыныстауға мүмкіндік бергендей еді. Үйге оралғанда Уигюм кеш болған ағасын үстел басында отырғанда елестетті. Бұл оқмен оның ағасының ең қымбат заты еді. Ағасы оған бір кездері музыканы тек құлақпен емес, жүрекпен сезіну керегін айтқан. Олар үшін музыка, ырғағық тірі екендерін дәлелдейтін тыныс сияқты болатын. Сондықтан Уигюм қысымды шығару үшін өзіне зиян келтірген кезде әрдайым музыка тыңдайтын. Келесі күні мектепте Хон Ил оның желкесінен ұрып, сақ болуын ескертті. Юнки оған Сын Жун деген жігіттің іздеп келетінін айтты. Айтуынша, Сын Жун бокстан хабары бар болғандықтан, бірінші курс студенттері арасында өзін патшадай ұстайтын. Бірақ Уигюм бұған мән бермей, Юнкиге өзінен алыс жүруін айтты. Юнки күткендей, Сын Жун көп ұзамай жанжал іздеп келді. Уигюм кешегі болған жағдайды түсіндірмек болды. Бірақ Сын Жун оны қатты ұрып, тізерлеуді бұйырды. Уигюм төбелесті өзі бастайтын адам емес еді, бірақ одан қорықпайтын. Сол сәтте мұғалім кіріп келіп, балалар жан-жаққа тарады. Уигюм бәрі бітті деп ойлады. Бірақ сабақтан кейін сөмкесіндегі оқменнің жоғалғанын байқады. Сол кезде Хон Ил қоңырау шалып, оқменін қайтарғысы келсе, оны алғаш рет
қыспаққа алған жерге келуін айтты. Уигюм бірден сонда жүгірді. Бірақ Юнки күшімді сақта, әйтпесе қатты соққы жейсін деп ескертті. Ол тағы да жеңгісі келсе, Сын Джунға жабысып алып, онымен бірге аунап түсу керегін айтты. Олар келгенде Сын Джун оқменді тек төбелесте жеңсе ғана қайтаратынын айтты. Уигюм төбелескісі келмеді, бірақ Сын Джун аяусыз соққы үстіне соққы жасай берді. Ақыры Уигюмнің ішінде күресу рухы оянып, бұл мәселені тез аяқтағысы келді. Өкінішке қарай ол Сын Джунға тең келе алмады. Бірақ Уикхиродағы Си-ын сияқты Уигюм ақыл деді. Ол Сын Джунның шабуыл тәсілін бақылап, жалған қимыл жасап, дәл соққы жасады. Сын Джун қатты ашуланып, оны қатты ұрып тастады. Сол кезде Уигюм Юнкидің кеңесін есіне алып, Сын Джунға қатты жабысып, екеуі бірге баспалдақтан аунап түсті. Осыдан кейін Уигюм бірінші болып тұрып, бір соққымен төбелесті аяқтады. Сын Джун енді қарсы тұра алмады. Уигюм ешкім күтпеген тәсілмен жеңіске жетті. Юнки оның төбелес шеберлігін тоқтамай мақтай берді. Уигюм неге оған үнемі жақсы ескерту айтатынын сұрады. Юнки бұзақыларды ең жек көретінін және Уигюмнің төбелесте үлкен әлеуеті бар екенін байқағанын айтты. Сол кезде Уигюм әкесінен хабарлама алды. Ата-анасы төбелес туралы біліп қоймасын деп, ол Юнки мен киімдерін ауыстырды. Юнки оның бетіндегі көгерген жерлерді жасыру үшін би кремде берді. Уигюм академияға келгенде, әкесінің оның бағалары төмендеген үшін мұғалімдерді ұрсып жатқанын көрді. Күйзелісін басу үшін ол ойында төбелесті қайта-қайта елестетті. Біртіндеп сол сәттің адреналині оған ұнай бастағанын түсінді. Келесі күні 11-ші сыныптағы бір бұзақы Сын Джун мен оның достарын қатты жазалады. Джи Хёк Сын Джунның бір ақмақ ботаниктен жеңілгеніне намыстанды. Ол үшеуіне: «Бүгін жаңа келген баланың басын кірпішпен жармасандар, бәрін біттіңдер», деді. Сабақтан кейін Юнки көлеңкедей Уигюмнің артынан ерді. Ол киіміндегі қандақтарын қалай кетіргенін айтып сөйлей берді. Бірақ Уигюм оған мән бермеді. Сол кезде Сын Джун да мұндай лас жолмен кек алғысы келмеді. Бірақ үлкендердің қысасымымен ол әлсіз таяқ алып Уигюмнің басынан ұрды. Юнки шошып полиция шақырмақ болды. Бірақ Уигюм оны тоқтатып, Сын Джунның шын мәнінде зиян тигізгісі келмегенін айтты. Содан кейін ол есінен танып қалды. Көзін ашқанда аурухана төсегінде жатты. Ол тез кетпек болды, бірақ есік алдында ата-анасына тап болды. Уигюм әкесінің жазалауынан қорқып, ештеңе айта алмады. Сондықтан Юнки өтірік айтып, Уигюм баспалдақтан құлап кеткенін айтты. Бірақ алғыс айтудың орнына әкесі оның сыныптағы орнын сұрады. Әкесінің ойынша Уигюм тек үздік оқушылармен ғана бос болуға тиіс еді. Ал анасы үшін бұл өте ауыр тым болды. Көп жыл бұрын Уигюмнің ағасында жедел жәрдем алып кеткен. Содан ол қайтып оралмаған еді. Іс ушығып кетеді деп қорыққан Сын Джун Уигюмге баруды шешті. Ауруханаға кіргенде ол Уигюмнің анасымен кездесіп қалды. Ол Сын Джунды ұлының досы деп ойлап келгеніне алғыс айтты. Оның бетіндегі көгерген жерлерді көріп, жайлап май жағып қоюын айтты. Анасының мейірімділігі Сын Джунды одан сайын кінәлі сезіндірді. Ол тез кешірім сұрап асығып кетіп қалды. Үйге келген соң Уигюмнің анасы мектеп туралы сөйлескісі келді. Бірақ ол көп нәрсе айтқысы келмеді. Екеуінің арасында үлкен алшақтық бар сияқты еді. Бір түн ғана демалған соң Уигюм қайтадан мектепке асықты. Ол Сын Джунды кінәламақ болған жоқ. Тек бәрі осымен тоқтаса екен деп ойлады. Сын Джун да қарсыласпады. Тек қайтадан тәкаппарланба деп ескертті. Бірақ Джи Хёк мұнымен тоқтағысы келмеді. Ол жаңа келген баламен өзі кездесуді шешті. Уигюм оған бір ауыз сөз айтпай, тек үнсіз қарап тұрды. Джи Хёк шыдамын жоғалта бастады. Ол
Юнкиге: түсте шатырға келмесең, бітіргенше бәрін тозақта өмір сүресіңді, деп ескертті. Уигюмнің барудан басқа амалы қалмады. Ол алдымен Джи Хёктен кешірім сұрап, енді Сын Джун не айтса да орындайтынын айтты. Бірақ Джи Хёк бұған да қанағаттанбады. Ол Сын Джунға бокстағы комбинациясын көрсетіп, Уигюмді ұруды бұйырды. Бірақ бұл жолы Сын Джун үнсіз қалып қозғалмады. Намыстанған Джи Хёк билігін көрсету үшін оны ағаш қылышпен жазалай бастады. Ақырында Уигюм шыдай алмады. Ол қылышты лақтырып жіберіп, ашулы шабуылға көшті. Джи Хёк біразға дейін әлсіз жағдайда қалды. Бірақ ағаш қылышты алып, жағдайды өз пайдасына өзгертті. Оның қылыш қолдану шеберлігі соншалық, Уигюм қарсы тұра алмады. Есінен тамайын деп тұрған кезде Сын Джун үлкен сыныптағыны артынан теуіп жіберді. Джи Хёк оған: «Есің дұрыс па?» деп айқайлап, ашуын қайтадан Уигюмнен алды. Уигюм жеңудің кілті қарсыласынан қылышты тартып алу екенін түсінді. Сондықтан ол ауырсынуға қарамай қылышты жұлып алды. Сосын Сын Джунның комбинацияларын пайдаланып, тәкаппар үлкен сыныптағыны жеңді. Сол сәтте Уигюм ерекше жеңілдікпен қанағат сезінді. Сын Джун енді өзгеріп, мектепте төбелеспеуге шешім қабылдады. Бір сәт бұрын Джи Хёк өзін үстем ұстап тұрған. Ал енді ол қорқып, бір кіші сынып оқушысынан көмек сұрап жүрді. Уигюм баспалдақпен әрең көтеріліп жатқанда, Сын Джун оған көмектесуді ұсынды. Тіпті мұғалімнің алдында да өте сыпайы болды. Уигюмді сыныпқа апарғаннан кейін ол қола алу үшін одан ақша сұрады. Уигюм таңғалды, бірақ бәрібір ақша берді. Қосымша сабақта Уигюм жақында болған төбелесті ойлай берді. Сондықтан тестті нашар жазды. Мұғалім оны ұрысты. Күйзелісті қалай басатын ойлап отырғанда, есік алдында Сын Джунды көрді. Ол аздап жымиып, бұл 12-ші сыныптағы атақты бұзақы екенін түсінді. Сосын тікелей: «Осы жерде төбелесеміз бе?» деп сұрады. Сын Джун қатты күліп, оны жынданған деп мазақ етті. Дәл сол кезде Уигюмнің әкесі келді. Ол Уигюмге шынайы, күшті, уақытша күшке мастанған бұзақылар сияқты болмай, тек білім арқылы табу керегін айтты. Уигюм үнсіз қалды. Оның бар қалағаны мектепке қайта оралу еді. Өйткені ол жерде әлде қайда қызықты нәрселер күтіп тұрған. Келесі күні Юнки оған толық жазылмайынша қайта төбелеспеуін айтты. Әйтпесе міндетті түрде жеңіледі деді. Бірақ Сын Сик оларға тыныштық бергісі келмеді. Ол Уигюмді өзімен бірге жүруге шақырып, мектептегі ең қорқынышты адам болуды ұсынды. Мұны ол күш пен артықшылық деп атады. Бірақ Уигюм мұны мазақтап, бұл жай ғана бұзақылық екенін айтты. Сын Сик ыңғайсыз күліп, бір бөтерке қоланы түгілдей Уигюмнің басына төгіп жіберді. Уигюм қарсы шығуға дайын еді. Бірақ Юнки оған сабыр сақтауды ишарамен көрсетті. Оның именіп тұрғаны көрген Сын Сик тағы да қорлай бастады. Демалыс күні Уигюм атасының туған күніне барды. Ата оны ғана жылы қарсы алды. Бәлкім, отбасы байлығын мұра ететін жалғыз немере сол болғандықтан. Атасы оған бұрынғы элиталық мектебіне қайта ауысып, бәрінен үстем шығуын қалады. Бірақ Уигюм үзінді кесілді бас тартты. Қазіргі мектебі бұзақыларға толы болса да, ол өзін тірі сезінетін. Аптап күн астында Уигюм ағасын көргендей болды. Есеңгіреп соған қарай жүргенде, абайсызда бассейнге құлап кетті. Бақытына қарай, әкесі дер кезінде секіріп түсіп, оны шығарып алды. Анасы атасын Уигюмге тым қатал болды деп айыптады. Бірақ атасы, ата-анасының өздерін әлсіз деп, баланың өмірін құртып алғандарын айтты. Уигюм үнсіз жылап тұрды. Барлық атмосфера тұншықтырғандай болды. Сондықтан келесі күні ол Сын Сикпен сөйлесуге мектепке ашумен барды. Юнки алаңдап, не болғанын сұрады. Уигюм бұзақылардың алдында бас игені үшін ұялғанын айтты. Ол сыныпқа кіріп, Сын Сикті өзін қалай қорлағандай етіп, қол ашуге мәжбүрлетті, бөтелкені лақтырып жіберді.
Сын Сик қатты күліп, төбелесу үшін музыка бөлмесіне келуін айтты. Уигөм уәде еткендей келді. Сын Сик оған 10 секунд уақыт беріп, «Маған қосыласың ба? Әлде осы жерде өлесің бе?» деді. Уигөм мұны тез аяқтағысы келді, өйткені оқуы бар еді. Содан кейін екеуі қатты төбелесе бастады. Уигөм бар күшін салды, бірақ тез басындықты жоғалтып, жерге басылып қалды. Тұншығып бара жатқанда, ағасы бір кезде дәл осылай істегені есіне түсті. Содан кейін ол есінен танып қалды. Қызып кеткен Сын Сик Юнкиге бұрылып, оны да шақырды. Юнки қорқақ көрінсе де, мазақ болғағанды жек көретін. Сондықтан ол жұдырығын көтеріп, төбелесуге дайын тұрды. Кенет Уигөм ғажайып түрде есін жиды. Ол Сын Сикке тағы да тұншықтырса, өзі өліп кетуі мүмкін екенін ескертті. Сын Сик мысқылдап, оған мән бермеді. Ол тағы да Уигөмнің тамағынан ұстап, кешірім сұратпақ болды. Бірақ Уигөм сәтін тауып, оны жерге басып алды. Жұдырықтары тоқтаусыз жауды. Тағы бір бұзақы көмектеспек болды. Бірақ Юнки оны теуіп жіберді. Сын Сик осы сәтті пайдаланып үзіліс сұрады. Таңғаларлығы, әдетте тек кеңес беріп жүретін Юнки де мықты төбелескер болып шықты. Ол төбелесті дәл айналма тебумен аяқтады. Сосын Уигөм қайтадан Сын Сикпен бетпе-бет қалды. Бұл жолы Сын Сик оның қолына қатты шабуыл жасап сындырмақ болды. Уигөм ауырсынғаннан айқайлап жіберді. Бірақ қасарысып орнынан тұрып, төбелесті өз пайдасына өзгертті. Ол Юнкиге еліктеп, әдемі айналма тепкі жасады. Ақырында тәкаппар Сын Сик толық жеңілді. Уигөм басқаларға енді мектепте бұзақы сияқты жүрмеуді ескертті. Осылайша жаңа келген оқушы мектептің патшасына айналды. Юнки қатты қуанды. Енді олар бұзақылардың әлімжеттігін көрмейтін болды. Бірақ Уигөмнің ішінде қайшылық пайда болды. Ол төбелестің адреналиніне үйреніп кеткен еді. Бұл тіпті қосымша сабақтағы емтихандарға да көңіл бөле алмауына әкелді. Мұғалім оның маңдайынан түртіп сабаққа назар аударуын айтты. Бұл жолы Уигөм қарсы тұрды. Мұғалім таң қалып, оны сыныптан қуып жіберді. Әкесі Уигөмді қатты ұрсып, тіпті ұрмақ болды. Ал анасы мұндай жағдай сайын жүрегі ауыратын. Келесі күні Юнки Уигөмді шақырып алып, бір әлімжеттік видеосын көрсетті. Бұзақы Нам Хуип деген басқа мектептің кіші сынып оқушысы еді. Видеода ол әлсіз бір баланы аяусыз қорлап жатқан. Әкесі атақты медицина профессоры болғандықтан, Нам Хуиптің жаман істері жиі жабылып қалатын. Сондықтан Юнки Уигөммен бірігіп, оған сабақ бергісі келді. Дәл сол кезде Уигөмнің әкесі қоңырау шалды. Юнки оның телефонын тартып алып, әкесінің өмірін басқаруына жол бермеуін айтты. Уигөм ашуланып, Юнкиді ұрмақ болды. Сол кезде дүкеннен бір бала шығып, Уигөмге мектеп бұзақыларын жеңгені үшін алғыс айтты. Уигөмнің арқасында ол енді қорлық көрмейтінін айтты. Юнки Уигөм мұны басқалар үшін істемегенін түсіндірді. Ол тек өз ішіндегі қысынды шығарғысы келген. Сол түні әкесі Уигөмді жоғары қоғамдағы кешке алып барды. Ол жақсы әсер қалдыруын талап етті. Уигөм келісіп, бір профессорға сыпайы сәлем берді. Профессор оған жақсы оқып, медицинаға түсуге кеңес берді де, ұлын таныстырды. Уигөм оны бірден таныды. Ол видеодағы бұзақ еді. Қызығы, Нам Хуип мүмкіндігі шектеулі студенттерге арналған қосымша жасаған мақтанып айтып тұрды. Бірақ шын мәнінде ол әлсіздерді қорлайтын нағыз жауыз еді. Ашуға болқан Уигөм барлығының алдында Нам Хуиптің мектептегі зорлыққа қатысы бар екенін айтып салды. Әкесі оны дереу сыртқа сүйреп шығарды. Ол әлемнің суық әрі күрделі екенін айтып, Уигөм профессордың ұлынан кешірім сұрау керек деді. Уигөм әкесінен өзін қайтыс болған ағасы сияқты болуын қалай ма деп сұрады. Әкесі ашумен оны шапалақпен ұрды. Ағасының өлімі отбасында ешкім айтқысы келмейтін ауыр тақырып еді. Нөсер жаңбырда Уигөм жалғыз отырды.
тәкаппар әкесі мен әлсіз анасы туралы ойлап, үлкен шешім қабылдады. Ол жаңбыр астында Юнкиді іздеп жүгіріп барып, жаман адамдарды жазалау үшін онымен бірігуге келісті. Сол уақытта Нам Хуип мектепте сыныптастарын қорлауды жалғастырып жүрді. Сол түні Уигөм мен Юнки қызыл маска киіп келді. Олар өздерін жоғары сынып батырлары деп атап, бұзақыларға соғыс жариялады. Уигөм ең мықты қарсылас Нам Хуиппен төбелесті, ал Юнки қалғандармен айналысты. Қарсыласының стилін түсінгеннен кейін, Уигөм Сын Джуннан үйренген бокстың комбинацияларын қолданды. Бірақ Нам Хуип муай тайды жақсы меңгерген еді, және тез үстемдік алды. Юнки екі жігітті тез жеңіп, серіктесіне көмектесуге жүгірді. Нам Хуип оны да тұзаққа түсірмек болды. Бірақ Юнки өте жылдам әрі ептеді. Қысқа үзілістен кейін Уигөм қайтадан мықты қарсыласымен бетпе-бет келді. Ақырында ол күшті айналма тепкімен төбелесті аяқтады. Юнки Нам Хуипті қорлаған балаға кешірім сұратты. Сондай-ақ ол балаға жараны емдеудің ең жақсы жолы өзін ұрғандарды дәл солай қайтару екенін айтты. Уигөм қасында тұрып, бәрін видеоға түсіріп тұрды. Кейін Уигөм мен Юнки бірге сырашып, жоғары сынып батырларының алғашқы жеңісін атап өтті. Сол түні Юнки ауруханадағы досы Джи Сонға барды. 3 жыл бұрын Джи Сон Нам Хуип пен тағы 3 бұзақының қорлығынан кейін комаға түсіп қалған еді. Сол себепті Юнки Уигөмді серіктес етіп таңдап, Нам Хуиптен кек алған. Ол қалғандарында тізе бүктіретініне ант берді. Юнки кеткеннен кейін Джи Сонның қолы сәл қозғалды. Уигөм мектептегі ең мықты 3 бұзақыны жеңгеннен кейін ешкім оған жақындауға батпайтын болды. Ал Сын Джун бұзақылардан алыстап, бокспен ғана айналыса бастады. Ол Уигөмге бір күні жұдырыққа сенетін адамдар сол жұдырықтан құрытынын ескертіп айтты. Бірақ ол кезде Уигөм оның сөзін түсінбеді. Жақында жоғары сыныпқа Кеул Дже деген жаңа оқушы ауысып келді. Ол Сын Сикпен бір сыныпта оқыды. Тіпті оның орнына отырды. Сын Сик осыны пайдаланып, одан әр апта 100 000 вон талап етті. Әйтпесе ұрып тастаймын деді. Бірақ ол тағы да қате адамға тап болғанын білмеді. Кеул Дже барлық шабуылдан оңай жалтарып қана қоймай, қарсыласын күлкіге қалдыра алатын еді. Сын Сик жаңа келгенге қарсытыра алмай қатты жеңілді. Бетін сақтау үшін ол лас жоспар ойлап тапты. Ол біреуді жіберіп, Уигөм мен Юнкиге жаңа келген оқушы мектепті өз қолына алмақшы деп айтты. Екеуі тұзаққа түсіп, Кеул Джені сөйлесу үшін шатырға шақырды. Ал ол төбелескісі келмейтінін, бәрін Сын Сик бастағанын түсіндірді. Бірақ Уигөм әділет сезіміне тым беріліп кеткен еді. Ол бірінші болып шабуыл жасады, бірақ ешқандай артықшылық ала алмады. Кеул Дженің төс белгісіндегі атын көргенде, Юнки оның аңызын есіне түсірді. Ол тез арада Уигөмді тоқтатып, қателіктер үшін кешірім сұрады. Кеул Дже олардың әрекеті сырттай әділ көрінгенімен, шын мәнінде тағы бір зұлымдық екенін айтты. Өйткені кімнің жаман екенін ешкім нақты шеше алмайды. Кейін Юнки Кеул Дже бұрын оқыған жұмбақ Мумьонг орта мектебі туралы айтты. Жасөспірім қылмыскерлер тым көп болғандықтан, үкімет тәжірибе ретінде барлық бұзақы жастарды сол жерге жинаған. Ол жерде сабақ берудің орнына мұғалімдер төбелесті ынталандыратын. Тек ең мықтылары ғана ол жерден шыға алатын. Әрине, Кеул Дже сол жерде ең күшті болған. Юнки бұл оқиғаны қызығып айтып тұрған кезде, олар Кеул Дженің артынан бірнеше бұзақының еріп жүргенін көрді. Кеул Дже оларды тыныш бір тұйық көшеге ертіп барып, мектепте өзін жоқ адамдай ұстайтынын тағы айтты. Бірақ Сын Сикке тек өзінің адамдар алдында беделін сақтау маңыз деді. Бірнеше секундтың ішінде екі бұзақы қатты соққы жеп қалды. Жақын жерде Юнки төбелесті жасырын түрде видеоға түсіріп тұрды. Ол Кеул Джеден керек кезде бір рет көмектесуін өтінді. Кеул Дже амалсыздан бұл әділетсіз келісімге келісті. Қосымша сабақта
Уигөм әлі де Геулженің сөздері туралы ойланып отырды. Ол ненің жақсы, ненің жаман екенін қалай анықтау керегін түсінбеді. Үйіне көңілі түсіп барғанда, әкесі оны қатты шапалақпен ұрды. Әкесі Уигөмнің тесттен құлағанына және сабақтан қалғанына шыдай алмады. Анасы айқайлап, алғаш рет оның зорлығын тоқтатты. Ол Уигөмді қорғап, ұлын оқуға мәжбүрлемеуін айтты. Олардың жанжалы Уигөмді тұншықтырғандай болды. Сол уақытта бір кедей баладан ақша бопсалап жатқан еді. Бұзақылардың жетекшісі Ки Юн болатын. Юн Кидің келесін санасы. Бірақ ол өзі әлде қашан олжаға айналғанын білмеді. Жоғары сынып батырлары секіріп түсіп, салқын айналма тепкімен төбелесті бастады. Олар бұзақыларды қайта-қайта құмға лақтырып, демалатын орын жасап берді. Бұл көрініске таң қалған құрбандар бәрін телефондарына түсіріп жатты. Уигөм өзін ұстай алмай қалғандай еді. Оның соққылары барған сайын қатыгез бола бастады. Ол барлық ашуын осы бұзақыдан шығарып жатқандай көрінді. Юн Ки бірдеңе дұрыс емес екенін байқап, оны тоқтатуға тырысты. Бірақ Уигөм мұндай адамдар өлуге лайық деп ойлады. Дегенмен, соңғы қалған мейірімі оны қорқынышты қателік жасаудан тоқтатты. Кейін Юн Ки Уигөмнің тым шектен шығып кеткенін, шын мәселе туғыза жаздағанын айтты. Уигөм бұл дәл Юн Ки қалаған нәрсе емес пе деп сұрады. Сол кезде Юн Киге қоңырау келіп, ол тез ауруханаға қарай жүгірді. Досының оянғанын көрген Юн Ки көз жасын ұстай алмады. Енді тек екі кінәлі ғана жазасыз қалған еді. Үйде Уигөмнің әкесі үлкен ұлының бөлмесін босатып, Уигөм оқуға толық көңіл бөлсін деп шешті. Анасы ашуланды. Ол күйеуін тек бағаларды ғана ойлап, Уигөмнің бетіндегі көгерген жерлерді де байқамадын деп сөкті. Мұны естіген әкесі таң қалды. Дәл сол кезде Уигөм үйге келді. Әкесі оны тоқтатып, сынған уокменді беруді талап етті. Уигөм бас тартты. Өйткені ол ағасының ең қымбат заты еді. Ағасы бір кезде құлаққап киіп алғанда, әкесіз әлемге қашып кеткендей болатынын айтқан. Бірақ әкесі еш кінә сезінбеді. Тіпті үлкен ұлын әлсіз болған үшін кінәлады. Уигөм шыдай алмай, ата-анасын ағасының өліміне кінәлады. Бұрын ағасы күйзелістен Уигөмді ұратын. Ал қазір Уигөм күйзелісін шығару үшін төбелеске тәуелді болып кеткен. Ол еркіндік іздеген ұшақ сияқты еді. Бірақ оны құлатқан өз әкесі болды. Сол түні жоғары сынып батырлары үшінші кегін бастады. Юн Ки Уигөмге сабыр сақтауды, олардың бұзақылар сияқты емес екенін еске салды. Бірақ ғимаратқа кіргенде До Илдің көзі жанып тұрды. Ол мектептегі әлімжеттік құрбанынан ақпарат алып қойған еді. Уигөм мен Юн Ки үшін жағдай нашар еді. Қарсыластары көп әрі қарулы болғандықтан оларды тез басып тастады. До Ил олардың маскаларын шешіп, Юн Киді таныды. Ол оның досы үшін кек алып жүргенін түсінді. Амалы қалмаған, екеуі терезені сындырып қашып шықты. Бұзақылар арттарынан тоқтамай қуды. Бақытына қарай Сын Джун мотоциклмен келіп оларды құтқарды. Уигөм Сын Джуннан бір түнге қалуға рұқсат сұрады. Егер үйіне осылай барса, тірі қалмайтынын айтты. Кейін екеуі спорт залға барды. Көптеген кубоктарды көрген Уигөм Сын Джунның бокста қаншалықты мықты екенін түсінді. Сын Джун оған бұзақылармен араласпауын айтты. Басында ол төбелесті қызық деп ойлаған. Бірақ уақыт өте келе ол әдетке айналған. Енді себепсіз де төбелесіздей бастайды. Бұл оның болашағын құрта жаздаған. Сын Джунның сөзінен кейін Уигөм біртіндеп сабырға келіп, оқуына көңіл бөле бастады. Бірақ оның шешімімен зұлымдық тек тоқтап қалған жоқ. Жеңілген үш бұзақы ең мықты төбелескер Ки Суға көмек сұрап барды. Нам Хюп бұл жолы сияқы үлкен екенін айтты. Ақшаға қысқан Ки Су келісім берді. Ол кездейсоқ біреуден Юн Ки қайда екен сұрады. Сол кезде Сын Сик кіріп келіп, бұл тәкаппар жігіттің кім екенін сұрады. Ки Су жауап бермеді. Керісінше, оған барып,
Юнкиді алып келуді бұйырды. Сынсик одан 50.000 вон сұрады. Кису келсіп, дәл сол бағаға тең бір тепкімен ақысын төледі. Содан кейін Кису бір қолымен ғана Сынсикті басы айналғанша ұрып тастады. Тіпті тұзаққа түссе де, ол Сынсиктің аяғын оңай сындырып жіберді. Өзінің күшін дәлелдеген соң, ол біреуді жіберіп, Юнкиді алып келуді бұйырды. Екеуі келгенде, Кису Юнкиді жылы жымиып қарсы алды. Уигім бірден құлаққабын шешіп, төбелесуге дайын тұрды. Бірақ Юнки оған артқа шегінуді айтты. Өйткені бұл оның жеке төбелеседі. 3 жыл бұрын бұзақылар Юнки мен Джисонды өздеріне қызмет ететін көмекші қылып, кіші сынып оқушыларынан ақша бопсалауға мәжбүрлемек болды. Олар бірден бас тартты да, қатты соққы жеді. Көгерген жерлері көп болса да, екеуі ештеңе болмағандай әзілдесіп күле берді. Бірақ әлімжеттік тоқтамады. Кейін оларды тағы ұстап алып, қорғау ақшасын төлеуді талап етті. Юнки бар ақшасын берді, ал Джисон бас тартты да бұзақылардың соққысына ұшырады. Юнки біраз ойланған соң, өзін құтқаруды таңдап, ұялып қашып кетті. Бірақ жолда келе жатып, оны кінә сезімі қысып, қайта бұрылып жүгіріп барды. Алайда ол кезде бұзақылар Джисонды баспалдақтан итеріп жіберген еді. Сол күннен бастап, Юнки олардан кек алуға ант кетті. Бірақ қазір Кису сияқты мықты қарсыласпен бетпе-бет келгенде, оның еш мүмкіндігі жоқ еді. Кису қатты соққы жасап, оны мазақ сөздермен қорлады. Уигім досының қорланғанын көріп, шыдай алмай, Кисуға тоқтауды айтты. Бірақ Кису мысқылдап, Юнкиді бір жола құртам деп қорқытты. Уигім ашуланып, оған қарай ұмтылды. Алғашында ол Кисуға қарсы тұра алмады. Бірақ бір қызығы, неғұрлым соққы жесе, соғұрлым күшейе түсті. Мұны байқаған Кису төбелесті байыппен жалғастырды. Бір ғана тепмен ол Уигімнің қолын сындырып жіберді. Уигім ауырсынғаннан жерде айқайлап жатты. Бірақ Кису тоқтамады. Ол гитараны алып, Уигімнің аяғына ұрмақ болды. Дәл сол кезде Гөлжі келіп тоқтауды бұйырды. Кису оның өзін жеңе алмайтынын түсініп шегінді. Кетерінде ол Уигімнің окменін алып кетті. Бұл олардың соғысы әлі аяқталмағанын білдірді. Гөлжі Юнкиге енді оны мазаламауды айтты. Енді олар есептесті деді. Есінен танып, қала жаздаған Уигім ағасы туралы ауыр естеліктерді есіне алды. Бұрын Сукхөмді де әкелері ұрып, оқуға мәжбүрлейтін. Әкелері олардың ешқашан адамдар алдында төмен көрінгенін қаламады. Қысымға шыдамаған Сукхөм ашуын әлсіз Уигімнен шығаратын. Ол тек құлаққабын шешкенде ғана тынышталатын. Ата-аналары Сукхөмнің қиналып жүргенін байқаса да, тек шыда деп айтатын. Өйткені университет емтихандары жақындап қалған еді. Ақырында ол ата-анасы қалағандай медицина университетіне түсті. Бірақ көп ұзамай анасына оқудан шыққысы келетінін айтты. Бұрынғыдай анасы оның ауырсынуын елемеді, ал әкесі айқайлап оны қорлай бастады. Бір түні Сукхөм төсектің қасында отырып, Уигімге ең сүйікті окменін берді. Ол құлаққап кигенде әкесіз әлемге қашып кеткендей болатынын айтты. Сондай-ақ бұрын оны ренжіткен үшін кешірім сұрады. Содан кейін Сукхөм өз өмірін қиды. Уигім есін жиғанда аурухана төсегінде жатқан еді. Әкесі айқайлап, мұны кім істегенін сұрап жатты. Ол кінәлілердің бәрін түрмеге отырғызатынын айтты. Уигім оған бұл Намхюп екенін айтты. Сосын әкесінен шынымен оны түрмеге жіберуге батылы жететінін сұрады. Әкесі үндемей қалды. Өйткені ол Намхюптің әкесінің ауруханасымен әлі де іскерлік байланысқа тәуелдеді. Сол түні Уигім ағасын тағы көргендей болды. Ол оның артынан шатырға дейін барды. Дәл сол таңдауды жасайтындай. Анасы оның жоғалғанын байқап, жоғарыға жүгіріп келді. Уигім әбден шаршаған күйде тұрды. Сол сәтте ол ағасының қандай азап көргенін түсінді. Анасы жылап кешірім сұрады. Өзінің ашкөздігі екі ұлын да жаралағанын мойындады.
кінә сезімі жүрегін пышақтай тіліп, гем алу қиын болды. Бірақ соңында Уигем ағасының жолын қайталаған жоқ. Анасы оны қатты құшақтап, енді жақсы ана болуға уәде берді. Ал әкесі әлі де шындықты мойындағысы келмеді. Ол Уигемді ақш-қа оқуға жіберуді жоспарлады. Бірақ бұл жолы анасы қарсы тұрды. Ол енді ешкім ұлына зиян тигізбейді деді. Мектепте Сың Джун Юн Киді кінәлап, үлгілі оқушыны төбелеске итермелет деп ойлады. Юн Ки өзін кінәлі сезінді. Сосын ол ауруханаға барып, Джи Сонды көрді. Ол өз кінәсін айтып, сол күні қорқақтықпен қашпағанда, Джи Сон мұндай күйге түспеседі деді. Мұны естіген Джи Сон шындықты айтты. Юн Ки кеткеннен кейін, бұзақылар оның қайта оралмауына бәстескен. До Ил бәстен ұтылып, Юн Киді ұстап әкеліп сабақ бермек болған. Джи Сон досын қорғау үшін араша түсті. Бұзақылар оны тек қорқытпақ болған, бірақ ақыры қайғылы жағдайға әкелді. Джи Сон ешқашан Юн Киге ренжімегенін айтты. Керісінше, оның қайта оралғанына ризашылық білдірді. Сол уақытта Кису бір топ төбелескерді ертіп, Гөл Дженім жолын бөгеді. Төбелес болатыны анық еді. Сан жағынан аз болса да, Гөл Дже оларды оңай жейім жатты. Бірақ бір арам жігіт артынан шабуыл жасап, тағы бірі оны жерге құлатты. Гөл Дженің басы айналып, қолы шығып кетті. Соған қарамастан, ол бір қолмен қалғандарын жеңіп шықты. Бірақ содан кейін, одан да арам адам пайда болды. Кису, Гөл Дже әлсіреген сәтті күтіп, оны жекпе-жекке шақырды. Бұл өте ұят әрекет еді. Ең сорақысы, Гөл Дже ауыр жараланған болса да, Кису бәрібір оны жеңе алмады. Сондықтан Кису арам тәсілге көшті. Есінен танып қалғандай болып, Гөл Дже сақтығын жоғалтқан сәтте оны қатты соғып, төбелесті аяқтады. Гөл Дженің қатты жараланғанын көрген Юн Ки қатты ашуланды. Бірақ Гөл Дже бұл өзіне лайық болғанын айтты. Зорлықтың сақталу заңы бойынша жасаған зорлық дәл сондай мөлшерде қайта оралады деді. Сосын Уигем туралы сұрады. Юн Ки не деп жауап берерін білмеді. Көк аспанда ұшып бара жатқан ұшақты және сыныптағы бос орынды көріп, ол өзін қатты кінәлі сезінді. Ол Уигеммен бірге бұзақыларды жазалаған күндерді қайта-қайта еске алды. Сол кезде Уигемнің өзі үшін ең қымбат досқа айналғанын түсінді. Сондықтан ол Уигемнің Уокменін қайтару үшін Кисуды жалғыз өзі іздеп барды. Кису, егер оны жеңсе, Уокменді қайтаратын айтты. Юн Ки еш ойланбастан шабуылға шықты. Оның кепкілері өте жақсы еді. Кейін күшті айналма тепкі де жасады. Кису әдемі бетіне соққы тигеніне қатты ашуланды. Ол бар күшін салып, өзін батыр санайтын Юн Киді аяусыз ұра бастады. Юн Ки көгеріп қатты шаршады. Ақырында Кису да айналма тепкі жасап төбелесті аяқтады. Бірақ бұл жолы ол шектен шықпады. Ол Уокменді қайтарып берді. Өйткені досы үшін бар жүрегімен күрескен бала құрметке лайық еді. Сол уақытта Уигем анасы екеуі қонақ үйге көшті. Анасы уәдесінде тұрып, оған қалағанын істеуге рұқсат берді. Тамақ ішіп отырғанда, келесі жолы Юн Киді де бірге алып келуді ескертті. Сосын бір қыз ұнайма деп сұрады. Уигем ақыры жарқын, көңілді балаға айналып, анасына бостары туралы әңгімеледі. Бірақ бұл бақытты уақыт ұзаққа созылмады. Атасы таныстарын пайдаланып, полиция мен дәрігерлерді шақыртты. Ол келінінің психикалық мәселесі бар деп өтірік айтып, баласына қарай алмайды деді. Уигем анасының алып кетілгенін ғана көріп тұрды. Оның ойынша, емделуі керек адамдар әкесі мен атасы еді. Олардың табысқа деген шектен тыс әуестігі ағасының өмірін құртып, отбасын күйретті. Сол кезде Юн Ки қоңырау шалды. Қауіпке қарамай, Уигем көліктен секіріп түсіп, босына қарай жүгірді. Юн Ки Уигемнің шетелге оқуға кететінін естіп, Уокменді қайтарып әкелген еді. Ол YouTube'тен көріп, оны өзі жөндеп алғанын айтты. Сосын қоштасып кетіп қалды. Досының кетіп бара жатқанын көрген Уигемнің көңілінде
түрлі сезімдер араласты. Ол құлаққапты тағып уокменді қосты. Музыканы естігенде ол ақыры өзін тірі сезінді. Дәл бір кезде ағасы айтқандай. Келесі күні таңертең Уигюмнің әкесі оны мектептен іздеп келді. Бірақ Уигюм Ки-судың мектебінің алдында тұрып, оның келуін күтіп тұрған еді. Соңғы шешуші төбелес басталғалы тұрды. Қолы гипсте болса да, Уигюм аң сияқты ұмтылды. Бірақ көшедегі төбелесте тәжірибесі мол Ки-су оны қайта-қайта басып тастады. Ки-судың әдемі беті тағы да соққы жеді. Бұл оны одан сайын ашуландырып, Уигюмге қарсы шабуыл жасауға мүмкіндік бермеді. Ол Уигюмді мазақтап, екеуі де сынған, құнсыз адамдар екенін айтты. Бұл сөз Уигюмнің ең ауыр жеріне тиді. Кенет ол күліп жіберіп, өзін Ки-сумен бірде емес екенін айқайлап айтты. Сосын екеуі аямай төбелесті. Ақырында Уигюм гипстелген қолмен Ки-судың басынан қатты соқты. Бұл үлгілі оқушыны шегіне дейін жеткізудің нәтижесі еді. Бірақ Ки-су әлі де оны арандата берді. Уигюм ақыры өзін ұстай алмай қалды. Алдымен ол қайғылы ағасын, сосын есі кеткен әкесін, соңында қорқақ өз-өзін ойлады. Ол бар ашуын жұдырықпен шығарып, ішіндегі барлық қысымды босатты. Сосын құлаққабын тағып, бәрін бір жола аяқтауға дайын тұрды. Дәл сол сәтте Юн-ки айқайлап оны тоқтатты. Әкесі таңданып қарап, не болғанын сұрады. Уигюм ештеңе демеді. Ол уокменін қосты. Әкесі мен атасы қалағандай дәрігер болу демес, тек көк аспан мен ақ бұлттарға қарап өмір сүруді армандағанын есіне алды. Сол сәтте аспанда ұшақ ұшып өтті. Уигюм бұзақыға соңғы соққысын жасады. Сол сәтте ол алғаш рет шынайы еркіндікті сезінді. Осыдан кейін ол ақш-қа оқуға кеткен жоқ. Оның орнына Муммёнг орта мектебіне ауысты. Ол анасын құшақтап, әкесіне алыстан ғана бас иіп қоштасты да, автобусқа жалғыз өзі мінді. Кенет таныс дауыс естілді. Юн-ки досымен бірге белгісіз болашаққа қарсы тұруға шешім қабылдаған еді. Олар келгенде мұғалім балаларды күшпен автобустан түсірді. Бұл жұмбақ Муммёнг мектеп еді. Мұнда тек ең мықты 10 төбелескер ғана шыға алады. Мектеп қақпасы ашылғанда Уигюмнің көзінде толған қуаныш болды. Кем дегенде, бұл жерде ол қорықпай өмір сүріп, шынайы өзі бола алатын еді.